Әлемде адамның жүрген қадамы нәтижесінде пайда болатын энергия концепциясы бар болып табылады, және де бұл концепция өте қызықты. Бұл концепцияны түсіндіру негізінде позэлектрлік энергияны табуға бейімделген болып табылады. Бұның негізгі жұмыс жасауы арнайы металдардың арқасында, мысалға сол жеңіл деформацияға ұшырайтын металдарды аламыз да, ол әр адамның жүрген сайын деформацияға ұшырап, энергияны өзіне бөліп шығарады. Қолданылу негізінде аяқ киіммен жүретін жерлерге немесе еден тыс жерлерде қолданылады. Және де осыдан пайда болған және де өндірілген энергияны біз кішкентай аккумуляторға немесе кішігірім заттарды, смартфондарды қуаттауға жетеді.